Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерге осындай бір жасағаннан ақ беті құрғап қалмайтын қамыр ораман нанның рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде толық көріңіздер және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен 2 пиязды суға салып қоямыз. Сіздерге кішігірім лайфхак айтып жіберейін. Осы кезекте пияздың ащысы кету үшін суық суға салып қойыңыздар. Көбірек тұрған сайын соғұрлым ащысы кете береді. Осылай асқабақты алып, көбіктеп турап дайындап алатын боламыз. Және де менде 500 грамдай фарш қостым. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Асқабақ неғұрлым көп болса, соғұрлым өте тәтті болады. Және де тұзбен бұрыш салыңыздар. Яғни сұйық май қосып жіберіңіздер. Сұйық майдың орнына тұздалмаған құйрық май салсаңыздар да өте дәмді болып шығатын болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Және де қамырын илеуге кірістім. 1 жұмыртқа, масло және де сұйық май және де тұз қостым. Міне орташа қалыңдықта қамыр илеп алдым. Және де осыны 2-ге бөліп, илеп, тағы да 5-10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Яғни жалпы айтқанда қамырдың июі қану керек, былайша айтқан кезде. Іртік болмас үшін, жайылған кезде бір тегіс жайылу үшін міндетті түрде илеп тұрыңыздар. Және де осы кезекте қайнаған, яғни су құйып, мантаваркаға суды қайнатып алатын боламыз. Және де қамыр жаюға кірісетін боламыз. Шет-шетін басып қана, ортасын баспай, осылай орташа қалыңдықта қамыр жайып алыңыздар. Және де қатты жұқа, қатты қалың болып кетпесін. Осылай ұнның көмегімен аз-аз ұн салып жаятын боламыз. Және де менде сұйық май жағып алдым. 1 келкі етіп, фаршты салып, осылай орташа етіп орап, мантаварканы майлап салатын боламыз. Және де 45 минутқа мантаваркаға пісуге жіберетін боламыз. Мінекей осылай шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және де достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер.